Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 33-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші жаттығу. Мәтінді мұқият тыңда. Хиуаз Доспанова. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Ол қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы. Хиуаз әуеге 300 рет ұшып шығып, Кубан, Қырым, Украина, Белоруссия, Германия жерлеріндегі жау бекіністерін бомбалаған. Хиуаз Доспанованың ерлігі дәріптеліп, ол туралы бірнеше кітап жазылды. Жауынгерлік еңбегі үшін халық қаһарманы атағы берілді. Хиуаз Доспанова туралы не білеміз? Хиуаз Доспанова Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы. Ол әуеге 300 рет ұшып, жау бекіністерін бомбалаған. Және де соғыстан кейін ерлігі үшін оған халық қаһарманы атағы берілген. Екінші сұрақ. Х және Х әріптері бар сөздер. Мәтіннен табылған сөздер хиуаз, халық және қаһарманы сөздері. Дыбыстық талдау. Хиуаз сөзіне буын саны 3 буын. Дыбыстық талдау. Х дауыссыз, қатаң. И дауысты, У дауысты, А дауысты, З дауыссыз және үнді. Барлығы 5 әріп және 5 дыбыс. Халық буын саны 2 буын. Дыбыстарды талдау. Х дауыссыз, қатаң. А дауысты. Л дауыссыз, үнді. А дауысты, Х дауыссыз және қатаң. Барлығы 5 әріп 5 дыбыс. Қаһарманы сөзі буын саны 4 буын. Дыбыстық талдау. Барлығы 9 әріп және 9 дыбыс. Екінші жаттығу. Кітапханашы хабарландыру жазды. Сиқыршы мәтіндегі сөздердің орнын ауыстырып жіберді. Хабарландыруды сөздерді тиісті орнына қою арқылы жаз. Тыныс белгілерін қой. Оқушылар назарына. Сен білесің бе? Қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы кім? Ол туралы білгің келе ме? Онда кітапханаға кел. Міне тыныс белгісін қойып, сөздерді орнына қойып, хабарландыруды дұрыс жазып шықтық. Енді келесі тапсырма. Үшінші жаттығу. Тірек сөздер арқылы құрастыратын мәтіннің не туралы екенін болжа. Жұбыңмен тілші мен көрермен рөлінде сұхбатқа түс. Цирк көшпелі, акробат тұрақты, шабандоз, сайқымазақ сөздер берілген екен. Ал балалар не туралы екенін болжайық. Тірек сөздерге қарасақ, бұл сөздер мәтін, цирк, оның әртістері туралы болатынын болжауға болады. Мәтін цирк туралы. Циркте акробаттар, шабандоздар, сайқымазақтар өнер көрсетеді. Кейбір цирктер көшпелі болады. Олар ел аралап, көрерменге қуаныш сыйлайды. Ал тұрақты цирктер бір орында жұмыс істейді. Екінші тапсырмада сұхбат жасау керек болған. Тілші мен көрермен арасында сұхбат. Тілші: сәлеметсіз бе? Сіз бүгін циркке келдіңіз бе? Көрермен: иә, балаларыммен бірге келдім. Тілші: цирк ұнады ма? Көрермен: өте ұнады. Әсіресе акробаттар мен сайқымазақтардың өнері керемет болды. Тілші: қай нөмір ерекше есте қалды? Көрермен: ат үстіндегі шабандоздардың трюктері ұнады. Өте батыл екен. Тілші: бұрын мұндай циркті көрдіңіз бе? Көрермен: иә, бірақ бұл цирк көшпелі екен. Олар әр қалаға барып өнер көрсетеді. Тілші: рахмет сізге. Көрерменге тамаша көңіл күй тілейміз. Көрермен: сізге де рахмет. Балалар, тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.